Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі өтетін тақырып озон аллотропия. Негізгі мақсаты оттектің аллотропиялық түр өзгерістерінің құрамы мен қасиеттерін салыстыру, жер бетіндегі озон қабатының маңызын түсіндіру. Озонды 1789 жылы нидерландық физик-ботаник Мартин ван Марум анықтаған. Ол озонды электр зарядының әсерінен пайда болатындығын дәлелдеген. Табиғатта озон найзағайлы жаңбыр кезіндегі электр зарядтарынан немесе қылқан жапырақты ағаштардың шайыры тотыққанда түзіліп, ауаға жағымды иіс береді. Оттек пен озон бір химиялық элемент атомдарынан тұрса да, олар әр түрлі заттар болып табылады. Бір ғана химиялық элемент бірнеше жай зат түзе алатын құбылыс аллотропия деп аталады. Бір химиялық элементтен түзілген жай заттар осы элементтің аллотропиялық түр өзгерісі деп аталады. Оттек пен озон оттектің аллотропиялық түр өзгерістері. Енді оттек пен озонның физикалық қасиеттерін салыстырып көрейік. Агрегаттық күйі: оттек газ, озон газ. Түсі: оттек түссіз, озон көкшілдеу. Иісі: оттек иіссіз, озон иісті. Тығыздығы: оттек 1,143 грамм литр, озон 2,114 грамм литр. Суда ерігіштігі: оттек аз ериді, озон жақсы ериді. Улылығы: оттек улы емес, озон улы. Озонның химиялық қасиеттері. Озон оттегіне қарағанда химиялық белсенді зат. Ол тіпті алтын, күміс, платина сияқты асыл металдарды да тотықтыра алады. Нөсер жаңбырдан кейін орманға барсақ, онда ауа тазарып, дем алу жеңілдейді. Себебі ауада пайда болған озон айырылып, ауаны тазартады екен. Озонның атмосферадағы мөлшері өте аз, 0,04%. Озонның қолданылуы. Озонның түрлі заттармен қуатты әрекеттесуін пайдаланып, сасық иісті қалдықтарды зарарсыздандырып, сыртқы ортаны ластамайтын заттарға айналдырады. Оны қолдану арқылы ауыз суы мен ағын судағы бөлме ауасындағы бактерияларды жояды. Атмосферадағы озон қабатының қызметі ерекше. Ол күннен келетін ультракүлгін сәулені жұтып, оның күйдіргіш әсерін азайтады. Соның арқасында озон қабаты жердегі тіршілікті сақтайды. Бекіту тапсырмалары. Бірінші тапсырма: озон тесігі мәтінін мұқият қарап шығып, мына сұраққа жауап беріңдер. Озон қабатының жұқаруы тірі ағзаларға қандай әсерін тигізеді? Екінші тапсырма: оттек пен озонның қасиеттерін салыстыру. Үшінші тапсырма: озон қабатының қызметі мәтінін қарап оқып шығып, мына сұраққа жауап беріңдер. Неге адамзат озонмен ұзақ уақыт тыныс алуға болмайды? Назарларыңызға рахмет.